ол адамға бір-ақ рет берілетін баға жетпес қымбат сый. Адам өмірі жеңіс пен жеңілістен, қайғы мен қуаныштан, сәттілік пен сәтсіздіктен тұрады. Міне, өмірдің өзі біле білсең босынысымен қымбат емес пе? Қазақ халқы өмірді ағып жатқан өзенге теңейді. Өйткені өмір өзен секілді еш тоқтаусыз, ешкімге білдірмей өтіп жатады. Сол өзен ағынында кейбіреулері өз арнасын тауып жатса, енді кейбіреулері бастарын тасқа да, жарға да соғып өз жолын таба алмай жүреді. Ұлы ойшыл Шәкәрім Құдайберді атамыз: дүние қу бір ағын су, түстік онда көп болып, кейде ағамыз сандаламыз, бейнетіміз көп болып, кейде тасқа, кейде ағашқа соқтығамыз дейді. Демек, өмірде өз орнымызды табу үшін қоршаған ортаны танып біліп, рухани құндылықтарды терең меңгеріп, адамгершілікті дамытсақ, өз мақсаттарымызға жете аламыз.